Сәлеметсіздер ме? Назарларыңызға 11 сыныпқа арналған Қазақстан тарихы пәні бойынша бірегей оқу әдістемелік кешенді ұсынамыз. Бұл жинақ заманауи білім берудегі оқушы қызығушылығын арттыру және мұғалім уақытын үнемдеу мәселелерін шешеді. Кешен 100-ден астам файлды біріктіретін, теория мен практиканы ұштастырған бір тұтас цифрлық орта. Кешен үш негізгі компоненттен тұрады. Біріншісі теориялық негізді қалыптастыратын лекциялар, екіншісі тарихты көз алдыңызға елестететін бейне сабақтар, үшіншісі білімді бекітуге арналған жұмыс парақтары. Бұл жүйе тақырыпты толыққанды меңгеруге мүмкіндік береді. Мазмұндық жағынан кешен үш үлкен блокқа бөлінген. Бірінші блокта Әл-Фарабиден бастап 1946 жылы ашылған ғылым академиясы мен кеңестік білім жүйесінің қалыптасу тарихы қамтылған. Ғылыми зерттеулер мен тарихи тұлғалардың еңбегіне ерекше назар аударылады. Екінші блокта Қасым ханның қасқа жолы, жеті жарғы заңдары және алаш қозғалысының идеологиясы терең талданады. Отаршылдық кезеңдегі жер мәселесі, яғни 45 мың десятинаның алынуы және 1905 жылғы қарқаралы петициясы сияқты маңызды саяси оқиғалар жан-жақты қарастырылған. Үшінші блок экономика мен демографияға арналған. Мұнда ұлы жібек жолының рөлі, патшалық және кеңестік кезеңдегі миграциялық саясаттың салдары зерттеледі. Мысалы, 1897 жылғы санақ бойынша қазақтардың үлесі 81,7% болғаны туралы нақты деректер келтіріледі. Бұл кешен оқу үдерісінің барлық қатысушылар үшін тиімді. Мұғалімдерге дайын ресурстар мен бағалау құралдарын ұсынып, сабаққа дайындық уақытын қысқартса, оқушыларға материалды терең түсінуге және пәнге деген қызығушылығын арттыруға көмектеседі. Кешеннің 4 басты артықшылығы бар. Кешенділік ол барлық материал бір жүйеде. Бейімделгіштік ол әр түрлі оқу форматтарының болуы. Тиімділік ол оқу нәтижелерін жақсарту. Және ынталандыру ол интерактивті тәсілдер арқылы оқушы зейінін ұстап тұру болып табылады. Қорытындылай келе, бұл оқу әдістемелік кешен жаңа ұрпақтың тарихи санасын қалыптастыруға арналған заманауи әрі тиімді құрал. Толық ақпарат алу және тапсырыс беру үшін экранда көрсетілген байланыс арналарына хабарласуыңызға болады. Назарларыңызға рахмет.